Сәлеметсіздер ме? Бүгін сіздермен мұрынға массаж жасаймыз. Мұрынға массаж не үшін жасалады? Кейбіреулеріміз мұрынға массажды тек қана тыныс алу жолдарына, гайморитқа, мынау мұрын бітіп қалған кезге деп ойлайсыздар, иә? Негізі мұрынға жасалатын жеңіл массаж тек тыныс алуды ғана емес, жүйке жүйесін де тыныштандырып, ұйқыға оң әсерін береді. Қан айналымды жақсартып, миға оттегінің келуін арттырады. Стрессті азайтып, бас пен бет бұлшықтарын босаңсытады. Енді мен сіздерге массажды көрсетіп өтейін. Қараңыздар, мен постоянно вазелинмен жасаймын. Негізі вазелин өте керемет пайдасын береді. Бұл қызымызды қазір массаж жасап жатырмыз. Бұл қызымыздың жасы 14-те. Неге тағы қараңыздар, неге пайдалы екен тағы да айтып өтейін. Бұл әсіресе не дейді, жол апатына түсіп, не болады ғой, бас ми шайқалады ғой, сол кезде әсіресе оң пайдасын береді. Осы массаж жасасаңыз, кәдімгі ми шайқалады, кәдімгі баста не қатып қапты, қан қатып қапты деп шығамыз ғой, соларды кәдімгідей емдейді. Енді жақсылап жағып аламыз. Бірінші стресстен кәдім стресстерді жаятын. Тура осылаймын. 1, 2, 3, 4. Сосын бұл ұйқыны да реттейді. Міне, тура осылай қыламыз. Міне, тура осы точканы қалаймыз. 1, 2, 3, 4, 5. 1, 2, 3, 4, 5. Бұл массаждың сатыр-синияға өте үлкен пайдасы бар. Осылай келіп, осылай жасаймыз. Бұны әсіресе кешке, жатар кезге үй жағдайында істеңіздер. Жол апатына түскеннен кейін сатыр-синия алады ғой. Қандай сатыр-синия алса да, тура осы массажды істесеңіздер, уколмен бірге, негізі сатыр-синия алғаннан кейін тераксон, актавегин, серпролизин соларды алады ғой. Тура сол уколды алып болғаннан кейін тура осы массаждар жасасаңыздар, кәдімгі ешқандай қан қатып қалмайды. Сатыр-синиямыз тез жайылады. Тура осылай жасаймыз. Көздің айналасында. Негіз сатыр-синияда, егер сатыр-синия алғандар болса, менің көрермендерім ішінде көбінесе тура осы жер, бастың осы жер ауырайды, сақина ауырайды. Сақина дегеніміз не? Айнала, бастың айналасы әсіресе тура осы жер ауырайды. Басым сақинасы сынып тұр деп айтады ғой. Тура осы жер болады басың сақинасы. Сосын көзді айналдыра. Көбірек мұрынға. Стрессті азайтып, бас пен бет бұлшықеттерін кәдімгідей босаңсытады. Релаксация әсерін беріп, жүйкені кәдімгідей тыныштандырады. Құлақтар ешқашан естен шықпасын. Мұрынды істеп атқан кезде обязательно құлаққа да өтуіміз керек. Сосын есте сақтау қабілетінді арттырады бұл массажымыз. Бұл жастаңдамайды. Даже үлкен аталарымыз, апаларымыз көбінесе 40-тан асып, 50-ден асқаннан кейін пенсияға шығады ғой апаларымыз, мектепте істеп жүріп, қандай любой жұмыста істеп жүріп пенсияға шығып кетеді ғой аталарымыз, апаларымыз. Сомен деген жұмысын сағынады да, ұйқы деген қашады.
тура осы массажды жасасақ ұйқы нормаға келеді. 1, 2, 3, 4, 5. Кейін бұл әсіресе анау сүдіргі береді ғой балдаршы. Сүдіргі берген кезде де тура осы массаж жасасаңыз өте керемет пайдасын береді. Сүдіргі не үшін береді? Сүдіргі преэклампсия дейді. Ауа жетпей, например. Оған да мысалға осы мұрынның массажы өте пайдасы зор болады. Өттегі жетпей қалады, басқа кислород жетпей қалады. Басқа кислород жетпеген кезде, әсіресе білесіздер ме, сүдіргі алған баланың тура мынандай жерін басады, байқасаңыздар егер. Тура осы жерін басып, сүдіргі беріп жатқан кезде тілінде ұстамайды, ешқандай көмек те бермейді. Мен өзім жұмыста кезімде бір бала кәдімгідей сүдіргі алып қалды. Сүдіргі алғаннан кейін кәдімгі осы жерін басып, осыны жерін басып тұрасы қатты бір немен. Сол кезде ұжаны тілінде жұтпайды бала, жаймен тілін тістеп алады ғой, сол тілінде жаймен тұрып өзі жібереді. Тура осы екі точка қараңыздар, мұрынның осына жерде. Көрдіңіздер ме? Қандай мұрынның пайдасы? Мұрынды негізі бар ғой, баланың аузы кейде көгереді ғой, баланың аузы көгереді. Ол кәдімгі мынау өттегі басқа миға өттегі жақсы, кислород жақсы жетіп бармағаннан кейін кішкентай балдарымызда ауыз дәл осылай көгереді. Даже үлкен кісілерді де солай. Түсініп жатсыздар ма? Соның есебіне бас ауырады, ұйқы қашады. Әсіресе қазір кішкентай балдарымызда черепной дейміз ғой, черепной. Тура сол черепнойды тура осындай жағдаймен кеткізсеңіздер де болады. Мен қалай массаж жасап жатырмын? Тура солай болу керек. Менің вазелин жақсы көретін себебі қарасаңыздаршы, бір не қалмады, мысалға май қалмады уже. Ол сондай әсері жақсы. Кейбір майларда массаж жасайсыз ғой, массаж жасағаныңыздан кейін вообще қалып кетеді ғойшы. Несі? Май боп, ана қолыңды немен жуа бересің, гелмен де жуасын, сабынмен де жуасын. Вазелинді мен соның үшін жақсы көремін. Бұл ұйқыға пайдасы өте зор. Мұрын бітелуін ашып, еркін тыныс алуға біріншіден көмектеседі. Ұйқы сапасы вообще жақсарады. Массаж кезінде жүйке жүйесі босансып, тезірек ұйықтауға көмектеседі. Соның үшін бұны жатар кезге жасайды. Қараңыздар, тура осылай. Кейін бір немізге тағы бір вазелинді алып, ұшыны жағамыз. Мұрынның ұшына не үшін? Мұрынның ұшына істесеңіз, кәдімгі не болады? Біріншіден нерв система. Нерв системалар жайына түседі. Қараңыздар, бірінші иіс болса, сасық иіс болса да, тәтті иіс болса да, неге келеді? Мұрынға келеді. Бірінші мұрынмен білеміз, осы кәдімгі ұшы, мұрынның ұшы нерв системаларды оятады, ұйықтап қалған нерв системаларды. Қараңыз, пайдасын. Дәл осылай көтереміз. Дәл осылай айналдырамыз. Жеңіл, мен қатты қысып атқан жоқпын. Или қысылып қалды ма, қызым? Жақсы ма? Иә. Қалай? Жақсы, күшті. Қараңыздар.
Кейін бар ғой, тағы бір айтып өтейін. Давленияға да өте пайдасы күшті бұның. Міне, бүйтіп келесіздер. Давленияға қандай қатысы бар бұның дейтін болсаңыздар, дәл осылай келесіздер. Тура осылай. 1, 2, 3, 4. 1, 2, 3, 4. Давление кезінде ешқашан нені басыны лай түсіріп жатқызбаймыз. Басына обязательно көтеріп жатқызамыз, Сол кезімізде қараңыздар. 1, 2, 3, 4 дейміз да, міне, осы жерін қаттап, міне, 1, 2, 3. Ауырып жатыр ма? Жоқ. Негізі осы точканы басқан кезде қатты ауырсынады. Міне. Сол кезде давление көтеріліп жатса, тура осы жерді басыңыздар кішкене. Тура осы мынау мұрынның несі қараңыздар, Тура осы жерлерді. Тура осы точканы. Қаспен, мына екі қастың ортасы деп жатқаным ғой, міне қараңыздар. Сөйтесіздер де кейін жаймен түсіп, мұрынды кәдімгідей ұшына қысамыз. Міне. Кәдімгі 1, 2, 3, 4. 1, 2, 3, 4. Мен бұны жұмсақ қылып ұстап тұрмын. Және қысады екен деп қатты қысып тастамаңыздар. Тура осылай істесеңіздер, давление нормаға түседі өздігінен. Ал менің парақшам сіздерге ұнаған болса, менің каналыма тіркеліп, подписаться басып, лайк басып, комментарий жазып қойыңыздар. Ал ауырып жатқан жандар сіздерге ем болсын. Ауырып ем іздегенше ауырмай жолын іздеңіздер. Дендеріңіз сау болсын. Менің YouTube каналыма тіркеліңіздер. Байса қазағым байсын.